Қайырлы күн, достар. Менің есімім Сальвия. Мен Травориум компаниясының амбассадоры боламын. Бүгін сіздерге Травориум жайлы айтып беруге рұқсат етіңіздер. Негізінде саяхат деген ол кез келген адамның арманы, бала болсын, ересек болсын, орта жастағы зейнеткер болсын, кез келген адам саяхаттауды армандайды. Бірақ неге десеңіз, көптеген адамдар саяхаттаған жоқ. Қазіргі статистикаға жүгінетін болсақ, Қазақстанда тек қана бір 20% ғана жылына бір рет саяхаттайды екен. Ал қараңыз, неге саяхатқа адамдар көңілі қаласа да шықпайды? Себебі көп сәтте саяхат мен үшін қол жетімсіз деп есептейді. Себебі біздің саяхаттауымыз қалай басталады? Енді шет мемлекетке саяхаттауды айтатын болсақ, ол сіз туристік агенттігіне келіп, өзіңіздің қалауыңызды айтасыз. Яғни Аллаға шүкір, бізде Қазақстанда және көп елдерде адам жанұяда көпшілікпіз, және де оның бүкіл балаларыңызбен есептесетін болсаңыз, ол бір миллиондаған ақшаны айтады, сондықтан көп адам бас тартады саяхаттан. Мен де өзіңіз сияқты көп балалы анамын. Алла берген 4 перзентім бар. Ал саяхатты әрқашанда жаным сүйетін. Осы сәтке дейін мен саяхаттадық, жанұямызбен де, жолдасымызбен де саяхаттап жүрдік. Саяхаттағанда мен үшін 3 құрал болатын, Ол біріншісі турагенттік арқылы саяхаттау, екіншісі өзіңіз қазақстандықтар және бүкіл ел таныған Инкрузес туристік компаниясы, ол жерде лайнерда демалыс ұсынады сізге, және де өзіңіз саяхаттағыңыз келсе, ол Booking платформасы. Осы үшеуін қолданып мен саяхаттап жүрдім. 2023 жылдың желтоқсан айында мен осы Травориум платформасы жайлы ақпарат алдым. Ол ақпарат маған өте ұнады, өзім зерттедім, және де менің көзім жеткені жаңағы саяхатым үшін қолданып жүрген туристік агенттікті, Bookingті және Инкрузесті мен осы бір платформаға айырбастай алады екен. Сол арқылы саяхаттасам, өзімнің саяхатым өте үнемді болады екен. Соған көз жеткізген сәтте мен Травориум компаниясының мүшесі болуға бел будым. Сол шешіміме өте қуаныштымын. Себебі бұрын алдыңғы кезде мен жылына 2 рет бір немесе 2 рет саяхаттайтын болсам, Аллаға шүкір, қазір Травориуммен серіктес болғалы кемінде 3 рет немесе 4 рет саяхаттаудамыз. Осы 2024 жылы біз командамызбен 3 рет саяхатқа барып келдік. Саяхатым көбейді десем болады. Ал және өмірімде болмаған ешқандай сондай бір өзгеріс болды. Ол дегеніміз, мен саяхатқа әрқашанда, Аллаға шүкір, кредитқа емес, ақша жинақтап, солай шығатынбыз, өзіміз жоспарлайтынбыз, сол жоспарымызға сай ақшамызды жинақтап саяхатқа шығатынбыз. Ал саяхаттан келгенде білесіз, бәріміз қалтамыз бос келеді, себебі саяхатта енді көңілің қалағанша саяхаттап, көңілің қалаған затты алғың келеді. Солай келетінбіз. Ал Травориумға келгелі өзгеріс ол, менің саяхатым қанша көп болған сайын, сонша менің алған табысым да көбеюде. Себебі мен алып жатқан әсерімді, қаншалықты саяхаттарым үнемді екенін бөлісе отырып, командамызға көп адамдар қосылуда. Себебі олар әркім өзінің арманы үшін, өзінің саяхат үшін, бір жан саяхатты сүйіп келсе, бір жан осы саяхаттап арқылы табыс табуды таңдап келуде. Сол келген кісілермен өзіміздің өткен жолды үйретіп, бар білгенімізбен бөлісіп, команда құрудамыз. Сол командамен бірге қазір тек қана саяхаттап емес, және көптеген жетістіктерге жету, соның ішінде өте жақсы табысқа жетіп жатыр. Біздің командамызда үлкен кісілер де, әжелер де бар, 70-тен асқан кісілер де бар. Себебі
саяхаттауды жаңа айтып өттік, кез келген адам армандайды. Жасөспірімнен бастап енді үлкен қарт кісілерге дейін бар. Айтқым келгені сіздерге саяхатты көңіліңіз қаласа, саяхатты өзіңіз жоспарлап үйреніңіз. Себебі өзіңіз жоспарлаған саяхат өте қызықты және шығыс жағынан үнемді болады. Себебі туристік агенттігіміз бұларды табыс көзі, сондықтан бұл жерде сіздің демалысыңызды ұйымдастырған үшін әрине сіз ақы төлейсіз. Сол ақылар да сіздің соңында сіздің демалысыңыздың құнын үлкейтеді. Сондықтан өзіңіз демалысыңызды жоспарлай отыра, демалысыңызды қызықты және қолжетімді жасауға Travelling бүгін үлкен мүмкіншілік беруде. Қысқаша айтып өтетін болсам, өзіміз Дубай әмірлігіне, Араб әмірлігіне, Дубай және Абу-Даби қаласына небәрі 160 мың теңгемен Алматыдан 7 күндік сапарға барып келген болатынбыз. Ал 3 қала, 2 мемлекет аралап, ары қарай және Оман мемлекетіне қоса барған сәтте бізде 10 күндік демалысымыз небәрі 270 мың теңгені құраған болатын. Бұл жерде ұшаққа билет, қонақ үй, таңғы асымен кірді. Сондай қолжетімді бағамен саяхаттауға сіздерді шақырамыз. Ал саяхат жайлы, Travelling жайлы көбірек ақпарат алғыңыз келсе, яғни осы видеоны жіберген сізге жанмен хабарласыңыз. Келесі эфирларда көріскенше сау саламатта болыңыздар.